Мен Кишинді өзім өлтіремін. Ау, бұл кенші тоқтамайды екен. Бекер тұрсасын, ақмақ. Мейірімді Кишин сені өртеп жібереді. Бірақ мен Мусашы сияқты бетпе-бет бара алмаймын. Жылыма тиеді. Қанша кесем де қайтадан өседі. Не? Мусаши! Түсінбедім. Сен біздің бәсекедесің, балақай. Біз сен ауыстырып өзіміз құбыжықпен айналысамыз. Демек бұл сенсің бе? Жібер мені, неге араласасың? Бұл Кишин менің алғашқы олжам. Олжа сенікі дейсің бе? Керегі не саған ол? Арман үшін. Ол үшін өмірімді тәуекелге тігуге дайынмын. Барлығы арман үшін бе? Өлуге дайын секілдісің, бірақ қыдыруға барғың келгенде айтып тұрсың. Бірақ біз бұшы жасағымыз. Сондықтан ақмақ баланы майдан давасына жібермейміз. Мен ақмақ емеспін. Солай де. Кишин кез келген жарадан қалпына келеді. Сонда оны жалғыз қалай женесін? Қара! Кишин деген осы. Ұстау жасақ әрекет істеуде. Тек бұшы тұтас жасақ ғана бірге мұндай алқа төтеп бере алады. Қанша тырыссаң да, жалғыз сен оны ешқашан жене алмайсың. Ал арманында айқышқа шегелеу үшін миында күшінде жоқ. Бұл аңшылық туралы ұмытабасын.生きづらい That's well ただ一つ揺るがない何かを見つけたなら誰かが笑う夢約束を語れたなら手にする常識はただの固定概念そう世界がつきもの多数決で正義が決まるなら僕らは悪かも型破り不屈の精神刻めじゃなBreak up mother, break up mother, break up mother 遠くても alright 駆け引きよりも限界突破 Break up mother, break up mother 隠してる会心の一撃敵の目されたって何度でもステップバック戦だ酸いも甘いも噛み砕き進め下克上いざここから駆け上がれブレイカーмүмкін сен дұрыс шығарсың. Мұна құбыжық үлкен екен. Маған оны жену мүмкін емес. Бірақ Бір тілі бала екен. Сен не? мен күресуім керек. Егер жыбырлай берсең тек өзіңе зиян келтіресің ғой. Неге екенін өзім де білмеймін. Бірақ егер мен шегінсем, өлгенше өкінетін боламын. Ой, шығып кетті. Капитан, оны қолға түсірек пе? Керек емес. Шешім қабылдаудан мына балаға ешкім жетпейді. Егер онда өмірін қатерге тігуге деген бір нәрсесі болса, демек ол шынымен бұшы. Мен не? Мен қазір не істей аламын? Аспан көк тырна қанаттары, оның шын мүйізінен шабуыл басталғанға дейін 12, 11, 10. Қарғыз атсын, олар нағыз мүйізіне соққысы келеді. Нағыз неге? Тоқта! Бұл қандай мүйіз тағы? Мұсы қандай? Мен қалай шығаш көте аламын? Қылжашта керек емес! Ол жаққа барсам біздің шабуылымыздың астына түсесің, қаш! Жоқ,
Біреудің бұйрығына ергім келмейді, мен арманымнан қашпаймын. Неге? Енді ешқашан мұндай болмайды. Осындай қашықтықтан енді істей аламын. Егер бір тесікке мың соққы жеткілікті болса, соның бірі ең күшті бекітті бұзуға жеткілікті. Терна қанаттары руақты. 5, 4, 3. Каныма Кейшинрю қирату техникасы. Қылыштандыру! Сапты бұзбаңдар. Егер Кишин кенеттен шықса, аспан көк терна қанаттары шабуылдандар. Біз жауға тиген жоқпыз. Олар аяқтауға үлгермес бұрын. Мен оны өлтіремін. Мен оны өзім өлтіремін, түсіндіңдер ме? Қанша тырыссаң да, жалғыз сен оны ешқашан жеңе алмайсың. Өлсем де бұны міндетті түрде істеймін. Мұсаши, оның кіндігіне көзде. Нағыз мүйіз, оның әлсіздігі. Егер сен оны сындыра алсаң, құбыжық өледі. Коджира, Сен өз басын мені ешқашан ойламайсың ғой. Сондықтан мен көмектесуім керек. рахмет саған, Коджира. Оның әлсіздігі осы де. Қызыл Кишин жауынды Тенгу. Сен менің қолымнан құлайсың. Қолымыздан келді. Қылыш, сынды ма? Мұсаши абайла, алдында. Қап. Сен өтірік айтпағаныңды дәлелдеді. Ары қарай мен өзім. Не? Капитан. Кешір, бірақ бірінші олжанды бәрібір өзіме аламын деп шештім. Қарғыз атқыр. Ониді біз Коджирамен өлтіруіміз керек еді. Кешір, балақай, бірақ жасақпен мен де шегіне алмадым. Сақ бол, оның денесі сыдырай бастады. Біздің құрметті Кишин өлді. Қандай ғажап. Сен не істеп жатырсың? Қызыл Кишиннің күшін тартып жатыр. Қане, жеңіс кличі! Қызыл жауынды Тенгу Кишині Такеда жасағының қолынан құлады. Қарғыз. Олар бізді алдып кетті. Коджира. Жағымсыз екен. Біздің бірінші олжамызды алып кеткен. Иә. Тыңдаш, менімше, біз бұндай көріністі көрген секілдіміз. Дәл сол шиыршықта секілді. Онеге қарсы тұра алатын жалғыз адамдар. Бұл жылар шынымен де зұлым адамдар емес. Әкемнің әңгімелері шындық болып шықты. Саған қуаныштымын, Коджира.
Мен Такеда Буши жасағының мүшесі Натора Такедамын, және сендерге ант беремін. Біз барлық кешенді өлтіріп, және бұл әлемді адамдардың билігіне қайтарамыз. Қаншаға дейін сендер осы мағынасыз сөздерді бізге айта бересіңдер? 150 жыл өтті. Ал кешендер болса, күштері де өздері де көбейіп жатыр. Ал сендер не? Бекер қарсылықты жалғастырасыңдар. Қаншама қарусыз және кінәсіз адамдар өлді. Осы соғысқа барамын деп. Бұның бәрі бір қол жетпес арман үшін. Сен бәрімізді үмітсіз тұңғиыққа итермелеуге дайынсың. Натора Такеда! Қол жетпес арман дейсің бе? Бала кезімде барлығы маған су айтып жүрген. Бушылар да әртүрлі болады, білесің бе? Кейбіреулер үшін тұрақтылық оны жоюдан маңыздырақ. Ал біреулер олардың барлығын жойғысы келеді. Бірақ бізді бір нәрсе біріктіреді. Олар бізге өмір сүруге және армандауға мүмкіндік бермейді. Біз бәріміз бір күн арманымыздан бас тартамыз. Бірақ шыдай алмай, біз оны ұрпақтарымызға береміз. Онымен бірге балалар есімдер алады, біздің техникаларымызды үйренеді. Міне біз осындамыз. Қаза болған жолдастардың күші, олардың қылыштарынан біздікіне ауысады. Ал қазір біздің қолымыздағы күш әлем бұрын сонда көрмеген. Қорықпай тамсануға болатын шексіз көк аспан. Сүйікті балаларына көрсеткің келмейді ме? Аонидың қысымымен аяқтайтын уақыт келді. Біздің ұрпақ жеңіске жетеді. Біз қорқыныш болмайтын әлем құраймыз. 1,5 жыл бұрын пайда болған құбыжықтарға орын болмайтын әлем. Мен жолдастар және ұрпағым үшін күресетін боламыз. Өтінемін, өз күштеріңізбен бөлісіңіз. Ол дәл әкем сипаттаған Буши сияқты. Айтшы, Мусаши. Олар менің жыныма тиеді. Бұл жігіт менің олжамды алып кетті. Ол бізге қарап тұр. Мен шештім, енді мен өз сезімімді жасырмаймын. Мен оған бәрін Ой, айтамын. сәлеметсіз бе? Мен Коджиро Канамакимын. Ал бұның аты Мусаши. Коджиро және Мусаши? Олжаларында алғаным үшін кешіріңдер. Ештеңе. Тым әлсіз болғанымыз үшін өзіміз кінәліміз. Бұл жерде шағымданатын ештеңе жоқ. Дәл солай қызыл басты. Біздің капитанымыз сен өміріңді сақтап қалды. Сен бұған шағымданбайсың ба? Бушидің жалғыз жауы осылар. Тек толық ақмақтар ғана бір-бірімен қырылысады. Олар дұрыс шығар. Әне, адамдар қалай қуануда. Мүмкін бұл жолы сезімдерім туралы демеген дұрыс па? Мусаши, балақай, сенің әулетің зор екен. Қазір сен әлсіз болсан да, бірақ мен сияқты күшті болуға тырыс. Мен саған бала капитанның мақтауына лайық болды. Сәттілік сенің жолыңа, қызыл шашты. Өзіңді ұста, өзіңді ұста. Капитан сенің өміріңді сақтап қалды. Рахмет айтқаның жөн. Соны айтам, Мусаши. Ауыздарыңды жабыңдар! Өздеріңді мақтауды доғарыңдар, қарғыс атқан самурай бұзақылар! Бақымақ, сен біздің капитанға шығындамасың тек. Аузыңды жап! Не айттың? Мен енді ағынмен жүрмеуге ант бердім, сондықтан мен бәрін айтамын. Маған өте өкінішті, мен өзімнің бірінші олжамды өткізіп алдым. Қараңдар, қызыл шашты білдеп Ол маған бір нәрсені еске түсіреді. Маған да. Ұрысу керек па жоқ па деп білмей тұрдым ба? Себебі бұл адамдарды ренжіткім келмеді ме? Менің ойымша бұл шешім саған оңай болған жоқ. Мен батыл адамдарды құрметтеймін. Міне ал, Мусаши. Менің атым Такеда Натора. Натора. Бұл не? Жұбаныш сыйлығы. Өлтіре алмаған кешін үшін. Келесі кешінді өзің табарсың. А бұл нәрсе саған көмектеседі. Ей, Мусаши, бұл не нәрсе? Мусаши? Жыныма тиеді! Жыныма тиеді!
Қалай жыныма тиеді. Саған не болды? Менімше Наотора ағай үй жақсы адам. Қайдағы саған ағай? Ана топасты мінезі жаман. Алданба Коджера. Ол арам ұры бұзақы. Сен мені тыңдап тұрсың ба? Мұнда ки провинцияның мөрі ғой. Сонда бұл қандай да бір әзіл. Керек не оның сыйлығы. Керек емес. Бұл ғой калейдоскоп. Калейдоскоп? Менің ойымша бұлай жылтырап тұр. Мен түсінбеймін, неге оларға ойыншық алып жүру керек болды? Тоқтай тұр. Сенің бұл тұрысыңды бұрын бір жерден көрген сияқтымын. Көрдім бе, бірақ қайда? Иә. Буши тарихы туралы шиыр шықты? Оны бұрыннан көрмедім. Қара. Көріп тұрсың бе? Оның қолында осындай зат бар. Ұқсас сияқты. Тоқта, Тағы не? бұл шиыршықтағы үлгілер. Мен калейдоскопта көргендерге өте ұқсайды. Сенің десің бе? Тек бұл үлгі емес, бұл онилер. Они? Түсінікті. Бұл құрылғы ониларды табуға мүмкіндік береді. Ониларды қайдан табуға болатынын көрсетеді ме? Иә, Наотора не айтқан несіне ал. Кишинді өзіміз табуымыз керек деп. Ал калейдоскоп дәл осы үшін қажет. Ол бірінші олжамызды өзіне алып кетті. Бірақ енді өз олжамызды өзімізге аламыз. Көресің, Наотора. Сондай мүмкін бұл да қандай да бір құрал. Мысалы, сол жарқыраған қылыштар. Такеда жасағышқан. Тыңдашы, ұқсас екен. Тоғырақ оқиық. Мүмкін тағы бір нәрсе түсінерміз. Не жазылған түсінбедім. Маған жақсылық жаса сөздік оқушы. Жарайды, көрейік. Ежелгі заманда Хинамото жерлерін адамдар басқарды. Алайда белгісіз тіршілік иелері кишин келуімен олардың билігі аяқталды. Сенгоку дәуірінің ұлы генералдары бірінен соң бірі құлады. Бірақ құбыжықтардың билігі мәңгілікке созылмады. Дәл қазір Хинамотода 100-ден астам кишиндер болса да... 100-ден астам кишиндер? Олардың саны шынымен де көп пе? Ей, Коджера, қара! Бұл кишиндердің есімдері. Қара, бұл біздің жалынды Тенгу. Қандай керемет. Бұл кишиндер қаншалықты көп. Қандай сәттілік, е? Бізге де олжа болады. Әрине. Онилерге қарсы шыққан құрметті самурайлар. Кишиндер әртүрлі болады. Күш ойға келмейтіндерге дейін. Олар өз күштерімен құдайларға тең. Бірақ егер олар адамдар әлемін жоюға батылы барса, онда олар өлуі тиіс. Біздің әлемімізді адамдарға қайтарыңдар. Бірақ бұл арман соншалықты үлкен болғанымен, бұны әлі ешкім жүзеге асырған жоқ. Басқаша айтқанда, бұл Бушидің міндеті. Ешкім орындай алмаған ол арман. Бушидің міндеті. О, батыл самурайлар, қылыштарынды қатайтып барлық кишиндерді өлтіріңдер. Өйткені кейін шашыраңқы жерлер мен қалалар қайтадан біріктіріледі. Ең мықты кишинді өлтірген ең мықты Бушиға құдаймен тең күш беріледі. Және біздің еліміздің бірлігінің белгісі болады. Ел бірге ме? Ал бірлікке қол жеткізген адам, ұлы біріктіруші, бұдан бұлай Хинамото жерлерін басқарады. Ұлы біріктіруші және елді біріктіру. Олар мектепте бұл туралы айтпаған енді. Иә, бірақ Такедан Бушилар бұл туралы біледі. Оны не айтқаны есінде ме? Олар жай ғана қандарын төкпейді. Ей, Мусаши, қайда қаштың? Ересектер намыстарынан онилерді жеңу әрекетінен бас тартқан кезде тек Бушилар бүкіл адамзаттың бостандығы үшін аянбай күресуді жалғастырды. Бұл олардың өздері үшін таңдаған жолы. Сен елді біріктіргің келе ме? Сол үшін күресіп жатырсыңдар ғой. Дұрыс ойлап тауыпсың, Мусаши. Хинамотодағы барлық кишиндерді жою керек. Бұны біз жасайтын боламыз. Олармен күресу баланысы емес. Сенің күшін жетпейді. Бірақ әзірге сен бір бөлігін жойдың емес пе? Ал кішкентайға. Таусақ-таусыңа салма. 150 жыл өтті. Бұл арманын асқақтағы сонша, өлі оған ешкім жете алмады. Ешкім үлгермесе, онда мен өзім оны өз қолымен жүзеге асырамын. Олар қаншалықты мықты болса да, мен кишиндерді өлтіремін. Әрқайсысын. Өйткені тек осылай елді біріктіруге болады.
Онда тырысып көр. Қызығын-ай, қала қабырғаның арғы жағында қандай әлем? келесі жол бізге ешкім көмектеспейді. Бірақ бұл мені тоқтатпайды. Өйткені мен осыны өмір бойы армандадым. Мұсаши, және сен Коджира. Жолдарың болсын! Онимен күресуге сәттілік тілеймін. Рахмет, біз кетіп бара жатырмыз. Шеті де жоқ. Сонда әлем осындай ма? Қара, біздің Тацуяма осы жерден қарағанда өте кішкентай. Біз өмір бойы тар жерде өмір сүрдік екен. Егер сен және сенің әкең маған қылыш қолдану үйретпегенде, мен әлі де кенші болып жұмыс істейтін едім. Және армандамаған емес едім. Мұсаши, Егер ойласақ, балалық шағымда сенімен және сенің әкеңмен танысқаныма өте қуаныштымын. солай ма?空飛ぶ城か。どうやって動いてるんだろうな。移動城塞がどうやって動いてるかって？あんたたちキツツキに乗ってるのに知らないの？そうだよ小次郎、これどうやって動いてるんだ？知らねえけどそのうちわかるだろ